Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгін сіздерге Наурыз көженің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызға етімізді пісіріп аламыз. Менде сиырдың еті және де сүрленген қазы. Бір қайнап шыққан соң міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаңыздар. Және де біздің қазымыз жыртылып кетпеу үшін бірнеше тесіктерге тесіп шығамыз. Бұны да ұмытпаңыздар. Дәміне қарай тұз саламыз. Менде сүрленген қазы болғандықтан тұзды азырақ салдым. Асты жай отта 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Наурыз көжеге қосқан дәнді дақылдар менде күріш, маш, тары, арпа және де алдын ала қолдың кеспесін дайындап қатырып қойғанмын. Одан соң айран немесе қатты қоссаңыздар болады. 1,5 сағат өтті, біздің қазымыз пісіп шықты. Менде ет шамалы қатты болғандықтан турап тағы да пісіріп аламын, ал қазыны бөлек алып қоямын. Енді сол сорпасына машымыз ұзақ піскендіктен ең бірінші машымызды салып 1 сағаттай пісіреміз. Бір сағатымыз өтіп шықты. Енді біз маштың үстіне туралған етімізді саламыз. Және де арпамызды салып, 1,5 сағаттай пісіреміз. Жарты сағат өтіп шыққаннан соң күрішімізді саламыз. Және де тарымызды салып, тағы да 1,5 сағаттай пісіреміз. Және де ең соңында сорпамыздың пісуіне 5 минут қалғанда қолдың кеспесін саламын. Қолдың кеспесін жаңа айтып өткенде алдын ала дайындап қатырып қойғанмын. Оның жасалу жолын мен астында описанияда ссылкасын қалдырамын. Мінеки достар, біздің наурыз көжеміз дайын болды. Наурыз көжемен қатар бауырсақтар пісірдім. Оның да жасалу жолын жазуда ссылкасын қалдыратын боламын. Және де наурыз көжені айранмен немесе қатықпен болмаса құртты сорпаға езіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде достар, ұлыстың ұлы мерекесі наурызға дайындап беріңіздер наурыз көже. Бұл өте дәмді және де өте пайдалы болып есептеледі. Наурыз көженің айтарлықтай осындай рецептпен жасалу керек деген заңдылығы жоқ. Ең бастысы 7 түрлі дәммен жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.